Қара өлеңнің қағбасы, қаймана қазақтың қастерлі мекені Жидебай. Өлең сөздің пайғамбары хәкім Абай мен ғұлама шәкәрім жерленген өлке. Бұл поэзия астанасы. Жидебай бөлімі Абай қорық музейіне қарасты ең үлкен бөлімдердің бірі. 6400 гектар жер аумағында 16 тарихи ескерткіш бар. 40-қа жуық тарихи орын орналасқан. Кеңгірбай мазары, Зиража мен Ұлжан ана жерленген Құдайберді қорымы және Абай шәкәрім мемориалдық кешеніне зиярат етіп келетін қонақтар саны жыл сайын артуда. Оспан көлі, Абай музей-үйі туристер үшін таңғажайып орын. Өйткені Құнанбай қажы заманына тиесілі Ұлы Абайдың қолының табы қалған заттары баға жетпес жәдігерлер. Келуші қонақтардың қызығушылығын арттыратын құнды экспонаттар. Абайдың тұмар домбырасын, 9 молақ тақтасын, 3 ауызды берен мылтығын музей қонақтары таңданыспен тамашалайды. Келген туристерге ел тарихы мен жер тарихын айтып, қажетті ақпаратты ұсыну музей қызметкерлерінің басты міндеті. Алыстан ат артып келген қонақ үшін Жидебай бөлімі түскі үзіліссіз кезекшілікпен алмасып, аптаның 7 күні жұмыс істеп тұрады. Ұлылар мекенін көруге асыққан қонақтардың ыңғайына орай мереке күндері де Абай қара шаңырағы өз жұмысын тоқтатпайды. Қазақтың бас ақыны жатқан жерде зиярат етіп келген музей қонақтарын кассир қызметкері, одан кейін зал қараушы, танымдық ақпар беру үшін арнайы экскурсоводтар қызметі ұсынылады. Абай қара шаңырағы мен Жидебай қорығында жалпы жиыны 17 адам жұмыс істейді. Жұмысшылар жаз уақытында мемориалдық кешеннің абаттандырылуы, ағашын суарып, шөбін шабу, қыс айында амфитеатр мен кешен аумағының қарын тазалайды. Оларды ел әзілдеп, табиғатпен күрес бригадасы деп атайды. Музей мен қорық қызметкерлерінің басым көпшілігі Жидебайдың қасиетті топырағында дүниеге келіп, осы жерде өсіп өнген. Сол себепті ұлыларға деген қызметті басты міндет деп бағалайды. Жылдар өткен сайын құн артып, жаңаша түлеп, тарихы жаңғыра түскен Жидебай мекені. Бұл Еуразия кеңістігінің жүрегі.